қазақ бауырымыз Қытайдан қарыз ақшалар бере алмаған. Енді тартып алған да. Одан үші бала көрген, соны естіп ауылда жата алмадым да. Сонда елдің бірлігінің, қазақ ұлтының ар жағындағы бір мүмкін ата бабаларымыз батыр болған шығар, ұйымшыл болған шығар. Мен тап бүгін қазіргі қазақтарға үйтіп бағаламаймын да. Үйтіп ол жерде қор болғанша оны естігенше көрмеген жақсы да. Көрмей қойық, естімей қойық. Адам өзімізді үстіп құтқарайық та. Өйткені бұрынғы заман емес, қолға найз алып, қылыш алып қарсы шығатын. Мына жақта өзіміздің есік ашық тұр. Елің барда, есің барда, елің тап. Мен өзім артынан сондай ойға келдім де. Маған кететін кезде үлкен біздің қазақты ел басқарып жүрген ағаларымыз алдыма келіп өтініш білдірді. Кететінімді сезді де. Қанат олай істеме деді. 2012 сен Қытай алақанына сап отыр, бір 6 медаль ал деді. Мен айттым, 6 медаль не дедім де мен үшін? Мен 6 медаль мен алып болғам дедім де. Мен керек емес дедім. Атағы Қытайдың маған берген атағы мүмкін сіздерге керек шығар дедім. Маған керек емес дедім де. Маған керегі бірінші мен өзімді ойлаймын дедім де. Мен өзім жақсы көрген адам, мен өз ұлтымды, өз семьямды жақсы көремін. Өз семьясын, өз ұлтын жақсы көрген адам, өз ұлтын да жақсы көреді деймін де. Мен бірінші өз отбасымды құтқаруым керек дедім де бұндай жерден. Ит тойған жеріне дейді ғой. Ер жігіт туған жеріне дейді. Өзім елге келгенде қуанам, жағына жай сондай істерді көріп ашынам да. Өзім ұлтымның сондай әлсіз болып кеткенін, сондай қорқақ екенін, біздің Қытайдағы қазақтардан, олардың бұл жердегі қазақтардың ешқандай өзгеріс жоқ, тең екенін көрдім де. Сол қорқақ қазақ, бұл жерде сол қорқақ қазақ. Білмеймін, неден жасқанатынын білмеймін. Біреу кеуде көтеріп сөйлесе, бұл мынау қайдан келді, кешеге бұлай сөйлеп жатыр деп мүмкін мені де айтады да. Сондайына неге ондай екенін білмеймін де. Неге бір қазақ бүйтіп сөйлесін, бұлай айтсын демейді де. Неге бізде ондай ұлттық, сондай бір-бірімізді неге жек көретінін білмеймін де мен. Неге бір-бірімізді жақсы көрмейтінін түсінбеймін де. Мені шын айтсам спортта жүрдім. Спортта мүмкін нәтиже алармын, алмаспын да. Бірақ өзімнің жеңетін алатынына сенемін да. Бірақ мен ең қызықтыратын өзім қызығам да, неге екенін білмеймін. Дүниенің әр жеріне барсам қазақтарды іздеп соларды көремін деп. Құлдық өмірде жүргеннен кейін әрбір қазақтың жүрегінде құлдық сана сезім қанына өтіп кеткен екен де. Мүмкін мен батырмыз, біз қонақжаймыз деп айтады ба әрбір қазақ семьясына барсаңыз. Ол бұрын болған деп айтамын да мен. Ұлтжанды, нағыз ұлтын сүйетін ағаларымыз кезіндегі аталарымыздың басын кескеннен кейін, ылғи тексіз бір бойында қазақ қаны жоқ, қазақтың қаны ішетіндер қазақты басқарған ба, бір шаталар қалғандай сезінеді де ма? Жаңағы бейбітшілік өрінген, интернационалист өрінген бауырым орысша жазыпты. Южане это хитрожопые, оңтүстіктегілер алаяқтар, шымкенттерді иттің етінен жек көрем деп кәдімгі ашық жазды. Осы сөзді айтып жүрген ағайын, сіздер біліңіздер, ұлттық негізіміздің түбіне балта шауып жатырсыздар. Астананы, Алматыны, Қазығұрттан, Қаратаудан келген қандасынан қызғанасың, Ақтөбені Қытайдан қызғанбайсың, Оралды орыстан қызғанбайсың, Астананы ағылшыннан қызғанбайсың. Ал өзіңнің бауырынан қызғанып не басымызға күн туды? Бұл абай айтқан ережеге де қайшы келеді. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді қазақ айтады. Жақсы, жамандадық, аланды мазақтадық. Ол мазақтап отырған сен өзің емес, саған мазақтатып отыр. Сені санаңа сіңірді. 50 жылдардың аяғында арнайы түрде империяның қасындағы отарлаушы институттар арнайы түрде сондай бір саясат жүргізді.
ұлттың алауыздығын тудыру үшін бір-бірін айдап салу мақсатында Шымкент феномен дейтін нәрсе, я болмаса Шымкентті басқаларға жек көргізу дейтін дүниені арнайы түрде анекдоттар шығарды, басқа шығарды. Осы арқылы қоғамның санасына сіңіріп, сол жасалған саясаттың инерциясы, сол саясаттың жемісі бүгінде тәуелсіздік алған Қазақстанның жастарының бауырларымыздың аузынан шығып жатуы. Бұл ұлттың тұтастығына өте қатерлі дүние екенін біз ешқашан бір сәт естен шығармауымыз керек. Қазақтың барлық тарихы бірігу, бірге болу. Бірге болмаса, жаңағы жаушылық жағдайларда қашан жеңді? Барлығы жиылып жүрді. Бір төбеде барлығы Қазақстанның ана жағынан, мына жағынан жиналып, жаңағы айтайын 300-дің баласы жиналып, әскер құрып, соғысқа шыққан кезде ешбір жау төтеп берген жоқ. Бізді бөліп, жарып жеткен кезде жау келіп алды. Осыны есте сақтау керек. Егер де мына Алланың берген ата-бабамыздың тілегімен келген тәуелсіздік сақтап қалу үшін қазақтың өзінің ішіндегі алауыздықтан құтылу керек. Түбінде ол бізге қауіп болуы мүмкін. Біздің ата-бабалардың берген кең даласын, осы мемлекеттігін қазіргі ұстап отырғанын қолымыздан жіберіп алу, ол өмір бақи күнә болып саналады. Ұстап қалмауымыз тек қана бірліктің ыдырауынан болып саналады. Төртеу түгел болса төбедегін алады, алтау ала болса ауыздағыдан айырылады деген қазақтың сөзі бар. Қазірде тарихшылар өте үлкен тарихты тексеріп, тарихты өте үлкен көтеріп жатыр. Тіпті мысалы осы Шыңғыс ханды да қазақ деп шығып жатқан тарихшылар бар. Себебі бұлар бұны кешегі еврейлердің, кешегі осы дін дұшмандарының тірлігі болу керек. Егер де бұларда осында үлкен басшы өткендігін болып білетін болса, бұлар бүтін дүниені иеленуі мүмкін деген дұрыс емес түсініктерді қолданып, бұл Шыңғыс ханды моңғол ананы мынау деп бөліп тастаған деген небір жорамалдарды айтып жатыр. Несін айтқанда да қазақ халқы ар намысты халық болған. Кешегі бабаларымыз, ана Қанат Ислам қатты жылайды да, көргестен интернетте. Иә дейді, бірақ олар кешегілер дейді, кешегі біздің бабаларымыз дейді. Олар ар намысты еді дейді, олар қонақ жайлы еді дейді, олар шынымен батыр еді дейді, бірақ олар өтіп кеткен екен дейді. Қазақстандағы дейді, біздің қазақтар дейді, Қытайдағы қазақтарға ұқсаған қорқақ екен дейді. Намысы жоқ екен деп Қанат Ислам жылағанда мен жылап едім да сонда. Неге? Бізге не болып бара жатыр ағайындар? Қазақты атып жатыр. Не жетпей жатыр саған? Қазақтың бірін жағасынан буып жатыр. Қазақтың үстінен келіп ақша алып жатыр. Қазақтың үйін ұрлап жатыр, тонап жатыр. Қазақтың қызын зорлап жатыр. Біз осы үшін, кешегі бабаларымыз бізге осындай тыныштық үшін дұғалар қылған беді. Ойламаңыз, мына тыныштық, мына осындай үлкен кең байтақ тыныштық өз-өзінен келді деп ойламаңыз. Кешегі бабаларымыз бұл үшін жылап дұға қылған. Аштан қырылған олар. Тоқ боп тұрып ораза тұталмай жатсың ғой. Жігітсің бе? Тоқсың ғой, қардың тоқы, ораза тұталмай жатсың ғой. Басыңды көтерсең, бірақ кешегі бабаларың аштан өліп еді. Аштан өлсе де дінін сатпаған еді, иманын сатпаған еді. Бір әйелге айтып жатырмын, сіз ораза тұтпай қойыңыз, фидияңызды беремін. Сіз енді қартайып қалдыңыз ғой десем, жаңағы әйел айтады, жоқ дейді. Қан енді оразамен шөлдеп тұрып, тамағым құрып өлшемеді, арманым жоқ еді дейді. Міне олар кешегілер, олардың әжелері мықты болған, олардың әжелері дәретпен оларды емізген, олардың ұсыны болған, олардың иманы болған. 74-ке келген әйел арманын қараң, қаны оразада тамағым құрап өлшемеді дейді. Бізде машинада жүріп, кайфуша қылып жүріп кетсем деп ойлаймыз. Бірақ сол кайфушамен өліп кетсеңші, біреуге азар беріп өліп кетсеңші, біреудің ақысын жеп өліп кетсеңші, біреудің қызының намысына тиіп өліп кетсеңші, біреудің бір тиыр ақысын жеп өліп кетсеңші, өлімнен ешкімді құтқара алмайды ағайын. Кім-кімді құтқара алады, айтыңызшы. Біздің қазақтың жігіттері мықты болса, Сайынаның бойына қыздар тұрмаған болар еді. Біздің қазақтың жігіттері шын мәнінде намыс қой болатын болса бар ғой, біз біраз нәрселер болмаған болар еді. Саша Көен жер басып жүрмеген болар еді. Қазақтың жігіті мықты болса, шешенің ұлтынан сені қазір бытшысын шығарып, сен қорлақ көр.
соны айтқан адам Жириновскийдің аузынан шешенге байланысты бір ауыз сөз шықпайды. Ол қорқады өйткені шешеннен. А қазаққа байланысты аузынан ақ еткіріп көк шығады. Біздің әлсіздігіміз сол жерлерімізде. Бірақ енді бұны айту өте қорқынышты, әртүрлі нәрсеге қарай итермелеуі мүмкін бұл сөз үшін. Бірақ менің көкейімді қайнап тұрған нәрсе осындай дүниелер бар. Біздің шынында жастықтығымыз жоқ емес. Бірақ бір-бірімізге келгенде, қазаққа келгенде түсінік пышақтай болудың бір себебі бар. Ол құлдық сонаның кетпегендігі. Қазақты аямайды. Өкінішке орай. Бірақ қазақтан басқа досы жоқ қой, жанашыры жоқ қой. Қазақ бірің дос көрмесеңіздің бәрі бос. Абсолютно шынында да бәрі бос. Егер қазақты өзіне абзал тұтпаса, қазақты қандас тұтпаса, жанашыр тұтпаса, ал осы жүректегі махаббат өзі бір нәрсені бастаған қазақ бисмиллахи-рахмани-рахим дегенде аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз дегенде кімнің жүрегінде қамқорлық болады, кімнің жүрегінде мейірім болады, кімнің жүрегінде махаббат болады, сол құдайшыл болады, сол азамат болады. Сол махаббат сенің елің үшін жаңағы жерде қызмет қылу, жаңағы салып жатқан шараларың секілді абзал сияқты. Сол елге деген махаббат, намыс сені соңғы рингте жаңағы біздің Бақтиярдың Олег Саидовпен нетіп жатқан пул тактикасын бұзып алдыға шықты ғой. Сол әр жағында не бар? Намыс әкетіп бара жатқан, ол потенциал әкетіп бара жатқан. А біздегі намыс деген нәрсені көбінесе басынан сөз осырмау деп түсінеді ақымақ. Ол намыс емес. Ол бетбақтық деп айтады ол. Ал енді сабыр, мысалы үшін жігіттің мықтылығы деген ол табандылықта жатыр. Біздің психологиямызда қате. Кітапты бір қарағанда жаттап алып, таңертеңнен кешке шейін оқып жатқанымызда ол кітапты бір алып бес алады. Ол дұрыс емес. Сен сол кітапты сондай қабілет бересің, оны және табанды болсаң, сенен ғұлама шығады, сенен мықты шығады. Мысалы үшін жаңа Қаныш Сәтпаев жайлы саясат айтып жатыр. Өте дұрыс. Қаныш Сәтпаев 19 жыл Баянауылда сот болып тұрған жерден сот дейтін керемет қызмет қой, Болат Нұрмұхамедов. Сосын тастарда Томскідегі геологоразведочный институтқа кетіп қалды. Өйткені қазаққа сот емес, қазаққа геолог керек, инженер керек. Инженерия дамымай, ел болмайды, жұрт болмайды. Осыны білген Қаныш сондайға өзінің басын тікті. Міне жігіттің төресі. А біз қай жерде атақ, қай жерде жылы жұмсақ, қай жерде көрінетін нәрсе, соған қарай бейімділік. Бұның әр жағында тақылдық сана, кембағал комплекс неполноценность дейді ғой. Ай, бәрекелді.